Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз C++ программалау тіліне кіріспе сабақты бастаймыз. C++ программалау тілі жоғары деңгейлі компиляциялық программалау тілдерінің бірі болып табылады, және соңғы кездері Python программалау тілімен қатар C++ программалау тілі де өте кеңінен қолданылып келеді. C++ тілінде жұмыс жасау үшін браузерден C++ онлайн компилятор деп теруге болады, яғни C++ онлайн компилятор деп. Компиляторлардың бірнеше түрлері шығады, кез келген біреуін таңдап программалық кодтарды жаза аламыз. C++ тілінің бастапқы негізі 1969 жылдары қолданылған C тілі болып табылады. Және де бірте-бірте дами келе C++ тілі қазіргі кезде Microsoft компанияларының көптеген өнімдерінде қолданылып жүр. Міне ашылған терезеде біз C++ тіліндегі жазылған программаның құрылымын көріп тұрмыз. Яғни бастапқы ең бірінші қатар include iostream деген сөзден басталады. Яғни бұл бізде кітапхананы білдіреді, iostream деген, және де мұнда жаңағы әрбір қатарды баспаға шығарып отыру үшін қолданылатын кітапхананы сипаттайды. Келесі қатар int main деп айтылады. Яғни бұл бізде функция және де 4 элементтен тұрады. Яғни мұнда берілетін мәннің типі беріледі, функцияның атауы беріледі, параметрлер тізімі беріледі, және де функцияның тілі беріледі, денесі беріледі. Және де осы int main дегеннен кейін ашылып тұрған жақша, яғни программа өз жұмысын бастады деген мағына білдіреді. Осы ашылған және жабылған жақшалардың арасына біз өзіміздің программалық кодымызды жаза аламыз. Енді мына мысалдың ішінде тұрған stdkout деген баспаға шығару операторы болып табылады. Мен осының орнына өзім қандай да бір мәтінімді жазам. Әдетте программистерде ол ең алғашқы қосымша ол hello world деп айтылады. Және де баспаға, яғни count деген бізде баспаға шығару операторы, баспаға hello world деген мәтінді шығаратындай программалық код жаздық. Енді байқаған болсаңыздар, әрбір жұмыс істеп тұрған қатардың соңында нүктелі үтір қойылады. Яғни бітіріп жаңағы қатардың жұмысы аяқталды деген мағынаны білдіреді. Сонан соң return деген оператор жазылады, яғни бұл функциядан шығу, яғни int main функциясынан шығуды жүзеге асырады. Іске қосып көрейік, яғни мына жерде run деген басамыз, программа жұмыс жасайды. Және де міне hello world біздің программамыздың ішіндегі талап қойған баспаға шығаратын мәтінімізді шығарып берді. Осы секілді түрлі есептерді шығара беруге болады. Енді байқаған болсаңыздар, мынау тұрған екі сызық тұр. Бұны бізде комментарий деп айтады. Яғни программалау тілдерінде комментарийлар өте көп болады, және де ол программаның қандай да бір жерін түсіндіру үшін, яғни түсініктеме мәтіндер жазу деп айтылады, және де программаның барысына қатысы жоқ, бірақ өте керек. Міне екі қисық сызық, ол бізде бір жолдық комментарий деп айтылады. Мына жерде write C++ код here дейді. Және сол сияқты бір жолдық комментарий екі қисық сызықпен жазылады. Және де егер де комментарий бізде көп жолдық болатын болса, онда мен мысалы үшін мына жерге қандай да бір көп жолдық комментарий жазу үшін жұлдызша және мынандай косая черта деп айтады, слэш қоямын. Сосын мысалы үшін өзімнің қандай да бір комментарий жазамын. Қазақша, орысша жаза беремін, ол программаның сипаттамасы және денесі деп жазамын. Сосын көп жолдық комментарий деген, яғни бір қатардың бойында ғана емес, бірнеше қатарлардан тұрады, және де комментарийді жабады. Бұл бізде көп жолдық комментарий деп айтылады. Бұл бізде бірінші алғашқы сабақ. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.